Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгін біз жаңа тақырыбымызды бастаймыз. Бізде бүгінгі жаңа тақырыбымыз учет кассовых операций, яғни касса операцияларының есебі. Для организации учета движения денежных средств по кассе предусмотрен справочник кассы и документы приходной кассы ордер и расходной кассы ордер. Кәсіпорынның ақша қаражатын қозғалыс жайлы мәліметтерге байланысты касса деген справочник берілген, және приходной касса ордер, яғни кіріс кассалық ордері, және расходный касса ордер, яғни шығыс кассалық ордер, және документтер берілген. Справочник кассы предназначен для хранения информации о кассах предприятия. Және кассы деген справочник біздің кәсіпорынның кассаларда жайлы мәліметтер сақталатын справочник дейді. Справочник кассы можно открыть через меню банк касса и кассы. Оны қалай ашуға болады дейді. Менюден банк касса и кассы. Осылай ашуға болады дейді. Ары қарай жалғастырамыз. Справочник кассы содержит следующие реквизиты: наименование кассы, наименование организации, материальное ответственное лицо кассы, яғни кассир, валюта учета денежных средств кассы. Яғни бұл жерде қандай мәліметтер бар? Ішіне ашып көретін болсақ, кассаның атауы, яғни основной касса, организацияның атауы, толқуаныш кәсіпорынның атауы, яғни кассаға жауаптылығы, яғни кассир бізде ответственное лицо Касымбек Құлманбетович. Дұрыс па? Осыған орай бізге екінші упражнение берілген. Бірінші тапсырмасын қараймыз. Организация толқуаныш имеет две кассы, екі касса бар. Бірінші основная касса, валюта учета казахстанских тенге. Основная касса Қазақстан теңгесі арқылы жұмыс жасайды. Валютная касса деген кассамыз бар екен, ол валюта учета российский рублей. Яғни Ресей рубль арқылы жұмыс жасайды екен, валютная касса. Необходимо внести сведения по кассам предприятия, указать счета учета и ввести входящие сальдо денежных средств в кассах. Для этого откройте справочник кассы, откройте карточку элементы с наименованием основной кассы и заполните реквизиты. Основная касса деген справочник кассы реквизиттер толтырыңдар дейді. Жауаптылығы ответственное лицо Касымбек Құлманбетовна, валюта КЗТ, яғни казахстанские тенге. Счет учета денежных средств основная касса 10 денежных средств в кассе, яғни оның кассада ақшаға жатыр. Для этого нажмите закладку счета учета денежных средств. Еще деген вкладканы басыңыздар. Счета учета денежных средств деген бар. Мана былай астана қосыңыздар болады. Осы жерге суға болады дейді. Создать объект учета основная касса. Счет учета бұл бухгалтерский учета. Показать все, қандай счет қойыңдар деді бізге. Оның денежных средств в кассе деген қойыңдар. Осыны таңдаймыз, выбрать. Счет учета налог учета өзі қойды. Запись закрыть сақтаймыз. Основной подкасын өтеміз. Қойдық біз. Для ввода сведений по второй кассе нажмите на кнопку «Создать» и заполните поле следующим образом. Бізге основной касса реквизиттер толтырыңдар деді. Наименование организация ответственное лицо. Оны бірақ толтырудың қажет жоқ, себебі өзі автоматически барлығын қойып қойды. Естеріңізде болса, біз алдыңғы сабақта осы мәліметтердің барлығын енгізіп қойдық. Сондықтан автомат түрде өздері келді. Сондықтан қоюдың қажет жоқ. Сақтаймыз. Енді екінші кассамыз жайлы мәліметтерді енгізіңдер бізге. Сазайтты басында деді, үшін сазайтты басамыз. Бізде атауы валютная касса екен. Жазамыз наименованиеге валютная касса. Қойдық. Бізде организацияға толқуаныш қоямыз. Ответственное лицо Касымбек Құлманбетовна қойыңдар дейді. Тағы да валюта рубль дейді. Так, былай істейміз. Счет учета денежных средств валютная касса 10 денежных средств в кассе. Бұғанда осыны қойыңдар дейді. Қоямыз. Еще деген вкладкадан басамыз. Счет учета денежных средств деген кіреміз. Окей дейміз. Бұлай осыныңыздар болады. Создать басып. Валютная касса қалады. Счет учета бұлға 10 деген тамасықта болады. Себебі кассада ақшаға жатыр бұлар. Основной вкладкасын өтеміз. Басикші қазір.
Банки кассаға кіреміз, зачет закрытый сақтап қоя салайық. Банки кассаға кіреміз, валюты деген споражнекке кіреміз. Сіздерде кіріп орнына отырыңыздар. Создать дейміз. Подобрать. Бізге рубль керек. Мысалға мына жерде така деген үстінен бір рет басайық та, клавиатурадан Ctrl-F деген басайық. Алсынша Ctrl-F, сол кезде поиск шығады. Поискқа жазамыз рубль деп жазайықшы, рубль. Искать дейміз. Российский рубль деп шықты. Осы российский рубльдің үстінен екі рет басамыз. Рубль дұрыс. Так, қателеспесем, 1 рубль. 2 рубля болады. Жазамыз, сіздерді жазып отырыңыздар. 5 рублей. Астында қателеспесем, 1 рубль. 2 рубля. 5 рублей. Записать закрыть, сақтаймыз, Российский рубль пайда болды бізде. Жоқ, российский рубльдің үстіне екі рет басып көрейікші. Бізде қазір периодымыз мына жерде берейікші 01.01.2022 деп жазайық. Курсқа былай істейікші 7 дейікші. Яғни 1 рубль 7 теңге. Записать закрыть, сақтаймыз. 1 рубль 7 теңге. Осылай енгізіп қойсаңыздар болады. Курсына. Немесе былай істесеңіздер де болады. Мына курсы валют деген вкладкаға өтіп, загрузить курсы десеңіздер, периодын қоясыз. Қай уақыт пен қай уақыт аралығында курс қанша болды. Және де компьютерлеріңіз, яғни ноутбуктарыңыз интернетке жалған болу керек, яғни интернет қосылып тұру керек. Сол кезде загрузить курсы деген басыңыздар. Автомат түрде курстар, қай аралықты қойдыңыздар датаға, сол аралықта курстар загрузить етіледі. Менде қазір интернетке жалған болған, сондықтан загрузить етілмейді. Немесе қолдан жазып қойсаңыздар болады. Мысалға нақты 7 болмауы мүмкін, 7-ден 15 деген сияқты. Записать закрыть, сақтаймыз. Енді астына жаңа касса деген вкладкаға өтеміз. Основная касса кіреміз. Валюта қазірді таңдалып тұр. Валютная касса кіреміз. Валютасын таңдаймыз. Показать все. Рубль деген таңдаймыз. Екі рет басамыз. Записать закрыть, сақтап қоямыз. Біз қазір екі кассаны жайлы мәліметтерді енгізіп қойдық. Түсінікті ғой. Ары қарай екінші тапсырманы қазір келесі сабақта жалғастырамыз. Бұл кішкене көптеу.